жануарларды түс көреді екен. Бұл түс туралы бірінші факт. Біздің түсімізге сыртқы факторлар әсер етеді. Қабырғаның арғы жағында көршіңіз ән айтып отырған болса, сіз түсіңізде концерт залда отырғандай болуыңыз мүмкін. Соқыр болып туылған адамдар түс көрмейді екен. Олардың түстері тек қана иіс, дәм, дыбыс, эмоция, сезіммен ғана шектеледі. Туғаннан кейін соқыр болып қалатын болса, олар кәдімгі адамдар сияқты түс көреді. Түс көрмеймін деген адамның өзі түсін ұмытып қалады екен. Біздің түсімізге тек қана өмірімізде көрген адамдар ғана кіреді екен. Оны білмесек те, танымасақ та, есімізде жоқ болса да, оны өмірімізде бір рет болса да көрген екенбіз. Оянғаннан кейін адам түсінде болған оқиғаларды 5 минуттың ішінде ұмытып қалады екен. Ал біраз уақыттан соң оның аз ғана уақыты ғана есінде қалады екен. Түс деген болмашы нәрсе. Күндіз бір нәрсені ойлап қиялданатын болсаң, ол түнде біздің ойымызға сигнал ретінде бізге түс болып көрінеді екен. Адамдардың 3-тен 1 бөлігі түсінде көргенді бұрын соңды өмірінде болған сияқты сезімде қабылдайды екен.